Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, оқырмандар. Бүгін оқушылар үшін берілген 9 сынып Шыныбеков кітабынан 4-83 есепті талдап берейін деп отырмын. Тригонометрия бөлімі өрнектің ең үлкен мәнін тап дейді. Бізге қажетті формулалар синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең 1 деген формула қажет болады, және тангенс альфа тең болады синус альфаның косинус альфаға қатынасы деген формула қажет болады. Енді осы екі формула білетін болсақ, бірінші есепті талдайық. Бірінші есебіміз бірдің орнына формуланы қояйық. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Және мына жақшаны ашайық. Жақшаны ашқан кезде косинустың алды минус болады. Және минус плюс синус квадратты береді, плюс синус квадрат альфаны береді. Косинус квадрат пен косинус квадрат қарама-қарсы таңба болған үшін жойылады. Синус квадраттың таңбасы бірдей, яғни ол қосылады. 2 синус квадрат альфаны береді. Синустың ең үлкен мәні 1-ден аспайды, сол үшін бұл өрнектің ең үлкен мәні 2-ні қабылдайды. Яғни мына өрнегіміз 1-ден аспайды. Екінші есепті талдайық. Екінші есепте 1 минус синус альфа көбейту косинус альфа көбейту тангенстің орнына синус альфа бөлінген косинус альфа деген қатынасты қойып кетейін. Косинус альфа мен косинус альфа жойылса, 1-дің орнына 1 минус бізде шығады. Синус пен синустың көбейтіндісі 2 синустың көбейтіндісі синус квадратты береді. Синус квадрат 1 минус синус квадрат альфамыз формуланы пайдаланатын болсақ, яғни ол дегеніміз косинус квадратты береді. Косинус квадрат альфаны береді. Косинус квадраттың ең үлкен мәні плюс 1, одан аспайды. Үшінші есепті талдайық. Үшінші есепті косинус квадрат альфа көбейту тангенстің орнына синус альфаның косинус альфа қатынасын қоямыз. Тангенстің квадраты болған үшін бұл жерде синустың квадраты және косинустың квадратын береді. Енді плюс 5 косинус квадрат альфа минус 1 болып тұр. Енді косинус квадрат пен косинус квадрат жойылатын болса, бізде шығады есебімізде синус квадрат альфа плюс 5 косинус квадрат альфа минус 1 шығады. Минус 1 шығады. Енді бір түрлендіріп кетейін. 5 дегенімізді бұлай жазуға болады. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа плюс 4 косинус квадрат деп жазуға болады. Косинус квадрат альфа деп жазуға болады. Енді мұна екінің қосындысы 1-ді береді. 1 мен минус 1 жойылады. Барлығы жойылып кетті. Сонда жауабымыз 4 косинус квадрат альфаны береді. Косинус квадрат. Енді косинус квадраттан ең үлкен мән ол 1-ді береді. 4 көбейту 1. Сонда ең үлкен мәні 4. Осы өрнектің ең үлкен мәні 4. Төртінші есепті талдайық. Төртінші есепте синус альфа және 3. Мұна екеуінде бар 3-ті жақша сыртына көбейткішке жіктеп қоя салайық. Жақша сыртына қояйық. Көбейтеміз синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Енді мұна формулада ол 1-ге тең. Сонда синус альфа плюс 3 көбейткен 1 болып тұр. Одан есептесек, синустың ең үлкен мәні плюс 1-ді береді. Сонда 1 плюс 3 көбейту 1-іміз 3. Сонда ең үлкен мәні 4-ті береді. Жауабымыз сонымен шықты. Тыңдағандарыңызға рахмет.